Бүгін біз бәліш істейміз. Бәліштің нанын жасаймын қазір. Дайындаймын. Бірінші жылсыз құямыз. Енді жылсыз құямыз. Дұрыс салдық. Нан илейміз қазір мінекей. Нанын дайындап жатырмыз. Енді майын қосамыз. Бәлішті етін кейбіреулер қойдың етінен істейді, кейбіреулер құстан істейді. Үйрек қазбен істегенде бәліш өте дәмді болады. Қойдың етінен істейді, картоп салады, жуа салады, кейбіреулер морковь бәрін салады енді. Капуста салады кейбіреулер. Біз енді картоп саламыз. Біз мінекей жас малдың етін алдық, жас ет деді. Сол жас еттен енді тез пісуге тиісті. Бұл мәлішті мен жас келіншек болып түскенде, енем жас болатын келіншек болып түскенде. Сол енем керемет жасайтын, пешке жасайды, табаға салып, содан кейін электрический тоқтапалар болды о кезде. Сол тоқтапаға істейтін, бәрін не қылғанда пешке істейтін. О кезде қазды көп ұстаймыз, қаз ұстаймыз, үйрек ұстаймыз. Сол қаз үйректің етінен осылай балаларға кілең мәліш деп беретіміз. Соны енді мен ойыма түсіп жасап жатырмын. Жас кезімде көргенімді енемнен. Бұлайша не қылғанда бұл мясной пирог. Бұлай айтқанда мясной пирог дейді. Кей жерде мәліш деп айтады, кей жерде бәліш деп айтады. Менің енем мәліш дейтін, білмеймін. Менің естігенім мәліш. Сол балалар керемет жейтін осыны. Өте тәтті, дәмді, өзінің суымен, өзінің соғымен бәрі өзінің ішінде тұрады. Өте дәмді болады. Бұл мәліштің нанын дрожь салмайды. Бұған сүт құяды. Кейбіреулер айран құяды, кейбіреулер айран құяды. Сосын май салу керек. Сонда күтірлеп, өзінің нанның майы, одан еттің майы қаздан жасағанда өте дәмді болады. Міне нанымыз тұрды, иғанды. Енді мәліштің нанын ысамыз. Мәлішіміз дайын, мінекей. Етін салдық. Бәрін. Енді бір сағатқа духовкаға пісіреміз.
міне піскені қараңыздар. Майы менен, сөлі менен өз ішінде бәрі. Мінекей өте жақсы болып пісті. Сондай әдем болып пісті мінекей. Осыны бұрын пешке пісіретінбіз. Соғы прям ағып тұр міне. Фарш емес, етті қолдан кесіп турадық. Картофын да бәрін де қолмен кестік. Ал енді келін дәмін татып көрейік, осы еңбек екеуміздікі. Кәне пісті міне. Тамаша отты. Әдем піскен. 40-45 минутте пісті. 180-200 градуста. Міне майына дейін күшті дәмді болыпты, тамаша. Әдемі, тұзы да бәрі де әдемі. Енем істейтін. Енді мен саған көрсетіп отырмын келінім. Сен енді келінің үйретесің солай. Қандай тамаша. Осы бәлен жылдан бері осыны істеп отырмын. Бұрын жай істейміз ғой, духовка неғып. Просто мынау енемнің істегені ойыма түсіп кетіп, сол істеп жатырмын. Сен енді келінің үйретесің. Осылай істеңіздер. Қазір пеш емес мінекей. Духовка бар. Сол духовкада істеуге болады. Пешке істесеңіздер тіпті әдемі болады. Біз бұрын баяғыда пеште, әжем пеште істейтін. Балаларға істеп береміз, балалардың бәрі жүгіріп, осылар прям үстіне мініп кетеміз дейді. Секіріп, қазір мәл іштейміз деп. Сөйтіп балаларға беретінбіз, енді соны өзім ойыма түсіп істеп жатырмын. Күшті. Дәмді.